Қайырлы күн, достар. Мен сметаник пирогын пісіріп көрдім. Өзімнің арнамда рецептісін сіздермен бөліскім келеді. Бұл сметаник пирогі бір жасағынан оңай, жақсы шығатын пирогтардың бірі екен. Керекті заттар, ингредиенттер видео астындағы описание бөлімінде қалдыра кетемін. Алдымен каналыма тіркеліп қойсаңыз қуанамын. Яғни қамырына керекті заттар: електен өткізілген ұн, бөлме температурасындағы сары май, қант және жұмыртқа. Алдымен таза ыдысқа ұнды салып, үстіне қопсытқыш қосып, қасықпен араластырып жібереміз. Үстіне қант салып, видеодағыдай етіп, осылай кезекпен кезек сары май саламыз. Қамыр илеп бастаймыз. Ешқандай су, сүт, сұйықтық қосылмайды. Яғни видеода көрсетілгендей үгітілген қамыр жасап аламыз. Міне үгітілген қамырға жұмыртқа қосып, қамырды біріктіріп, осындай қолға жабысып тұратын қамыр илейміз. Міне осылай шыққан жұмсақ қамырды салапанға орап, тоңазытқышқа 30-35 минутқа қойып аламыз. Менде қамыр 35 минут мұздап тұрды. Осылай арнайы формаға орналастырамын. Түрлі пирогтарға арналған мұндай форма түрлерін кондитерлік дүкендерде сатады. Алдымен қолымызбен басып, жайып орналастырып, тегіс болу үшін видеодағыдай стаканмен басып жіберіп, тегістеп алсақ болады. Және шанышқымен осылай басып алсақ та болады. Кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қаймақ және қант қана керек болады. Менде дүкеннің 20% қаймағы, жұмыртқа және қант салдым. Және де ванильный сахар салсақ та болады, қоспасаңыздар да болады. Мен қосқанды жөн көрдім. Және миксер, блендермен емес, венчикпен ғана 10-12 секунд аралықтай ғана аз ғана араластырамыз. Көп емес. Заттар кішкене біріккенше ғана араластырамыз. Көп араластырмаңыздар. Міне салмамыз дайын болды. Пирог формасына орналастырған тестамызға, қамырға осы салманы құямыз. Және алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште градусын 180-ге қойып 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пеште пісіп жатқанда кішкене көтеріледі, одан қорықпаңыздар. Және піскеннен кейін ыстық күйде формадан шешпейміз. Және бөлме температурасында суығанша күтеміз. Менде 1-1,5 сағатта суыды. Формадан ақырын ажыратып, отбасыма ұсындым. Жасап көріңіздер, аз болсын. Видеода сіздермен бірге Дариға.